Ассалаумағалейкум, құрметті менің көрермендерім, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай, жақсы ма, бәрі дұрыс па? Сіздермен Сабыржан деген бауырларыңыз қаладан ауылға көшіп келдім ағайын. Міне шаруашылық бастап, өзім енді орналасып болып, сіздермен осы видеолармен бөлісіп отырайын деп қолым тиіп түсіріп жатқан жағдайым бар ағайын. Мына жерде азын аулақ бордақы 2 мезгіл жем жеп тұр. 200 граммнан бидайдан. Қоражай осы. Онда қойларым, буаз қойлармен осында. Анда тұрғандары ол туған қойлар. Ағамның бұзаулары. Көріне ма, көрінбей ма сіздерге? Бір Алланың берген әйтеуір осы нығметі, қозыларым ағайын. Кішкене сарайдан жаста көрінбей тұр. Мендегі жаңалық осы. Әзірге өзім жер алғам, сол жақтың құжаттарын бітіріп, Құдай қаласа бұйыртса үй бастаймын сол жаққа. Міне, мына ішінде буаз қойлар бар, тоқтылар бар, тұсақтар бар. Шөп аз қалды. Құдай қаласа осы марттың соңына қарай қойларын төлдеп болғаннан кейін жаңағыдай қырға айдап шығамыз ауылға. Мына жақта да туған қойларым бар, жартысы. Бұларға да 2 мезгіл кебек берем. Күш алсын деп. Бұлардың қозақандары міне. Мендегі жаңалық осы, енді көшіп кеп, енді реттеліп жатырмын. Құдай қаласа, енді видеоны жиі шығарам. Алла бұйыртса. Жаңалығым осы ағайын. Құстардан тек қана парковскийді алып қалған балапандар. Олар анжақта оны. Сосын бір көрсетерім қол тигенде. Сіздерменен бір бөлісіп кетейін дедім. Мына бала жоқ болып кетті ғой деп комментарийға жазылған кісілер де бар. Рахмет сіздерді іздеп жатқандарыңызға. Міне. Жаңа нөлден басталған проект. Фазенда. Түркістан облысы Бәйдібек ауданында. Құдай қаласа енді болашақта 10 жылында осыған арнасам деп көшіп келдім ауылға. Енді бірге дамып, барлығын осылай видеоға жүктеп отыратын болам. Ана жақта туған қойларын көрсетейін. Мына садыралар тазалап отырмын. Ертең мына көрікпенен шығарып тастаймыз. Мына туған қойларым. Мендегі бар жаңалығым осы ағайын. Істеріңіз сәтті болсын, берекелі болсын, табысты болыңыздар. Құдай қаласа жемісті жыл болсын ағайын барлығымызға. Шаруашылықтарыңыз дамысын. Рахмет.